Домовой деген бар ма? Бар, домовой деген сол жын болады, олар біздің маңайымызда көп, олар жүре береді, кейде көзімізде шалып қалады, кейде шторлар қимылдайды, кейде бір нәрселер болады, соның барлығы сол жынның есі. Ағузу биллахи минаш шайтанир ражим деп қоясың, болды. Аборт істеу күнә ма? Жолдасым аяғым ауыр кезімде тастап кетті дейді. Күнә болады, адам өлтірген күнәсі болады. Сол перзентіңе өмір сыйла, сенің бақытың, келешегің, болашағың сол перзентте алтыным. Сондықтан Құдайдың ризалығында табу сол жолда болады бұйырса. Сондықтан соған өмір сыйла, соны ешкім күйеу тастап кеткендер, ажырасып кеткендер далада қаңғып қалған жоқ. Бәрі аяққа қойды, баласын өсірді, соның жақсылығын көріп отқан адамдар көп. Сондықтан жаным сол өмір сыйла. Кеткен адамға артынан жақсы сөз айтып, жолың болсын деп шығарып сал, болды. Оны қарғама, біреуге өлім тілегенше өзіңе өмір тіле деген атан қазақ, сондықтан өмір тіле. Себепсіз келіннің тегіне тіл тигізіп боғауыздап баласын үйіне апар деп дейтін қайнаталарға не істеуге болады аға дейді. Себепсіз болса да, себеппен болса да, әйелдің, келіннің, немесе күйеу баланың туысқандарына, төркіндеріне, ағайын бауырларына тіл тегізіп араздық жасаған адамдар солардың күнәсін көтерген болып есептелінеді. Керек десеңіз, өлген адам, өліп қалған ата-анасынан боқтайтындар бар. Сүйегі шіріп, кеуіп қалған, қурап қалған дүниесін айтып жүрген адамдардың өзі қурап қалады. Сондықтан бұл дұрыс нәрсе емес. Себебі болса да, себебі болмаса да. Себебі болған күннің өзінде де олай айту үлкен қателік, дұрыс емес нәрсенің бірі болып табылады. Таң намазының уақытынан ерте 10-15 минут оқуға бола ма? Жоқ, уақыты кірмеген намаз оқылмайды. Өзі уақыт не үшін? Уақыты кірген үшін. Мысалы, менің уақытым жоқ, мен бастықпын, или бір ертең қонаққа барам, ертең тойға барам деп бүгінгі намаздың бәрін, ертеңгі намаздың бәрін бүгін оқып алсам. Ертең менің қолым бос емес, ертең біз құда күтеміз, ертең тойға, вечерге барамыз. Как это, мен ойнап жүремін бе не тойда? Давай мен бүгін оқып тастайын десе, қалай болады? Ондай болмайды ғой. Ондай жоқ. Қайтыс болған анамыз түсімде дейді. Отбасында кім басшы болады дейді. Кімнің санасы бар, сол басшы болады. Еркек басшы болады деген сөз, еркектің миы жоқ болса, отбасын асырамаса, тапқан дүниесін неге сала берсе, казиноға, адени қызметке, сонда еркек бастық бола ма не? Жоқ. Әйел адам бастық болайын дейсің, әйел адам төркінге таси берсе, менің бауырым бар, қарындасым күйеуіме тимеді, соны аяққа қояйын деп сүйрей берсе, еркек мына жақтан миллиондап тауа берсе, әйел төркініне сыңғытып сүйрей берсе, сонда кім басшы болады? Мәженем ода емес. Егер қайсында сана бар, сол басшы болады. Как вы смотрите, если разъяснение Корана на русском языке в мечети? Отлично. У нас русскоговорящих мечетей много, имеется в виду и среди прихожан, среди джамаатов есть люди, которые только разговаривают на русском языке. А отчасти мы наблюдаем, когда идет проповедь на казахском языке, соответственно, эти люди, эти прихожане берут наушники, тем самым слушают телефона, да, допустим, в Ютубе еще где-то там начинают ковыряться в телефон. Это очень неправильно. Ведут или другие моменты, они приходят только на намаз, только на такбир приходят. Это тоже нехорошо. Поэтому в определенных мечетях, где русскоговорящий джамаат, как-то это рассматривалось нашим духовенством, и это в данный момент где-то практикуется, насколько я знаю, да, из какие-то минуты начинают говорить на русском языке. Но приверженцы чисто такого казахского языка, утрируя, что все становятся русскими, патриоты начинают на этом зарабатывать очки, что это там, допустим, ведут неправильно, на русском говорят, знаете. Те люди, которые поднимают вопрос, национальный вопрос казахязичия, они в их семей само по себе сами дети говорят на русском языке. Поэтому я бы посоветовал, где есть мечети, допустим, джамаат, надо объяснять на русском языке, в этом нет проблем. Ұстаз, қойдың мойнына сүйек іліп қойған дұрыс па босанғаннан кейін дейді. Қойдың мойнын дейді.
Бұл іліп қойған. Біздің қазақ салтында болған дүние. Неден? Бұл үйде келін босанып жатыр, бұл үйге таза емес халде келін бар деп сыртына іліп қоятын біздің қазақтың өзінің салты болған. Бірақ бүгінгі таңда сүйектердің бәрін іліп, бір 8 бала туған әйелді көрдім мен. Үйіне мынандай мойнынан іле бергеннен 8-ге көбейтсеңіз, как раз 2,5-3 метр болады өзі. 3 метр жібілініп тұрса өзі, бәрі сүйек. Бұл үй не болып кетеді? Сүйек тұрған үй болып кетпей ме? Сондықтан бұл нәрсе бұрын болған, қазір қажеті жоқ. Руқия есімі қыз балаға ауыр болмай ма дейді. Жоқ, ауыр болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қызының бізді атын біреу солай. Бірақ біздің аналарымыз қандай керемет, біздің қазақ халқы қандай керемет. Сол пайғамбарға деген құрметін Руқия деп емес, Үрқия деп қойған. Мен Үрқия деген біраз апаларымыздың жаназасының басында тұрған адаммын. Үрқия деген аналарымыз естігенде, аталарымыз қандай, олардың аталары қандай керемет кісі болған. Пайғамбарға деген құрметін қызының атын қызынарына қойған деген міне осы ұлағат болады. Сондықтан Үрқия деп қойылады қазақта. Ораза айының басында, ортасында оны айтқанбыз. 3 күннен ораза жасаса қабыл бола ма? 3 күннен 9 оразан қабыл болады, қалған күн мойныңызда қарыз болады. Истихара намазын қалай оқиды, пайдасы қандай? Истихара намаз бір нәрсенің мәселесі шешілмегенде, бір нәрсенің түйінін білмегенде, мынау жақсы ма маған, мынау жақсы ма, мына жаққа бастық бол деп жатыр, мына жаққа бастық бол деп жатыр, қанатта күйеуге шақырып жатыр, Марат та шақырып жатыр, қанатқа тиейін бе, Маратқа тиейін бе деген сияқты бір нәрсе анық болмаған жағдайда оқылатын екі бас Алла ризалығы үшін оқылатын намаз. Алла маған жол көрсет деген намаз. Бұған түс көреді, немесе Құдай жүрегін бір жаққа бұрады. Егер бұл екеуі де болмаса, онда тәуекел Алла деп бара бересің баратын жағаға. Аға, мешітке барып, өзім үшін дәретхананы жуып тазалаймын. Қанша сауап болады дейді. Енді бекер айттың осыны. Қазір мен айтсам, бекер айттың осыны. Бекер сұрақ қойдың осы сұрақ. Істеп атсың, молодец. Оны біреу деп айтуың керек. Вообще, сұрақ қойғанда біреу солай істейді екен десеңіздер, солай істесе бола ма, біреулер істесе деп сұраған, бұл сұрақтың мәдениетіне де жақсы. Сен өзің мен жауып жатырмын, қалай болады деп, қазір мен сені мақтасам, жаттасам жумай қоясың сонда, сауабы жоқ десем, онда жумайын болды deyip, көрдіңіз бе қандай болады? Жоқ, сізге разница болмау керек. Егер қатты білгің келіп тұрса, онда солай сұрау керек еді, жаңағы біреу жуады екен, сода вообще сауап бар ма деп сұрасаң, күшті болады. Мен жуамын деген сөз сәл келіспейді. Десе де сауап болады, әлбетте. Біреудің қызметінде болу, мына тәкаппарлықты, іштегі менмендікті, бүйтіп қалған көкіректі сындыратын нәрсенің біреуі сол. Сәл бүйтіп тәкаппарланып, адамдарға қарап, ой Алла, қандай адам бар деп, о жерде ұрысып алып бәрімен сөйтпейсің, бетіңді жауып, мына мұсылман мемлекеттерінен сөйтеді. Үлкен патшалар, басқалар аузын жауып, көзін бүйтіп жауып, ешкімге көрінбей түнде келіп тазалайды екен. Ешкімге айтпайды екен. Қол бос кезде қыз балалар үйде отырса, үйдің бәрін жинап болса, бір мезгіл мешітте барып жуып беріңіздер, қарындастар. Оған реклама жасап, специальный чат группа ашып алып, мешіт жуғышы қыздар деп өзінше группа ашып алып, сол группаға бүкіл бәрін жинап, одан кейін соны реклама жасап, мені деп инстаграмға салудың бір теңге керегі жоқ. Олай істегенше жуылмай қойсын, тұра берсін. Сондықтан жуатын адамы бар өзінің. Сондықтан ең дұрысы ешкімге айтпайсың, ешкім білмеу керек сен келатқаныңды. Бетіңе маска киіп ал, маска медицинский. Сөйтіп келіп шелегіңді алып келіп алып имамның кабинетіне бірі кіріп алып, наиб имамға барып танысып, тағы кіріп алып, одан кейін шкафқа не қайда, пол жуғыш қайда, швабра қайда, фейри қайда, мискул мулка жоқ. Бәрін керегіңді алып келесің, бірінші көріп кетесің разведкаға. Так, мынандай екен, туалетный бумага керек екен деп. Бәрін келесің, соны өзіңмен бірге алып келесің, тез-тез жуып, тез-тез сол жерден шығып кетесің. Бұл маңызды нәрсенің біреуі болады. Әйтпесе, жаңа реклама ашып, группа ашудың бір теңге керегі жоқ. Мешітке қыз баланы бізде кіргізбейді. Дұрыс емес, имамға айтыңыздар. Жоқ ондай нәрсе. Алла шипа берсін. Әкемнің 5 жылдық садақасын күйеу баласы шаңырағына ас беруге бола ма дейді. Неге болмайды? Неге болмайды? Құран тек қана өз баласында, өз шаңырағында, өз үйінде, өлген жерінде непосредственно бүйтіп тұрып, көздеп тұрып, снайперскен кім оқса дағы болады. Танымайтын молдаға доқтып жатсың ғой? Күйеу бала қойды, қызын алған оның. Молдаға барып Құран оқу, молда оқымау керек онда. Молда әркім өз руынан оқыту керек онда. Ондай сөз жоқ қой. Күйеу бала оқи ма, күйеу баланың қайнатасы оқи ма, құдасы оқи ма? Онда біз
танымайтындарға вал муъминина вал муъминат, барша муъминдерге дұға қылмауымыз керек. Онда бізге бәрі иннамал муъминуна ихва, мұсылмандар бір-біріне бауыр жаным. Сондықтан бата қыла беріңіз. Күйеу бала қылса алтын күйеу бала. Ол күйеу баланы алақанға салыңыздар. Әйелін құрметтеп, әйелінің ата әкесіне Құран оқытқан күйеу баладан айналыңыздар. Өз баласы оқытса да, оқытпаса да, сол ана күйеу бала оқытпайды деп оған тиісіп, ақыл айтып, оған шұқып, оны қалжыңдан ба, ойнап, кейбіреулеріне тиісіп жүрген күйеу балаға қойыңыздар. Өз баласы жарымай жатса, күйеу бала оқытып жатыр. Күйеу баланы дәрежеге көтеріп қызмет жасаңыздар. Ең дұрысы сол, ең маңызды нәрсенің біреуі сол. Сондықтан айтпақ болғаным, ол нәрсенің қажеті жоқ. Күйеу бала болса да сол үйдің баласы. Бала туылғанда сол балаға арнап қой сою керек пе? Бұны қазақта қалжа дейді, араб тілінде ақиқа дейді. Сойсаң жақсы, шамаң болса. Енді келінге, сенің әулетіңе тұқым сыйлаған, бір бала сыйлаған балаға, әйелге бір қой ұстайды, наверное. Бір қой тұратын шығар, сол бір қойдық ақысы бар шығар. Бір әулетке, бір баланы өліп, талып, туып берген әйелге бір қойды қимайсыздар ма не? Сойыңыздар. Бір қой емес, екі қой сой. Шамаң жетсе күнде қой сой. Ода тұрған не бар? Балаға өмір берсін, әйелдің денсаулығы жақсы болсын деп сойыңыз шамаң жетсе. Ол дұрыс болады. Құран кітапты ұстап уәде беріп, уәдесін бұзса не болады? Біріншіден, Құранды ұстап уәде берудің өзі жақсы нәрсе емес. Құранменен уәде беру көп ғалымдар тіпті бұған дұрыс емес деп айтқан, ширкке дейін апарған. Себеп, мұсылман адамның аузындағы сөзінің өзі Құран болады. Уәде болады. Уәде ол иман болады. Құранды ұстай беретін адам, ол өтірікші адам болады. Валлахи биллахи деп айта беретін адам өтірікші болады. Даже өтірікші болмасаң да, мұсылманның сөзі ант болады. Ант кімге керек? Өтірікші керек. Сенбейді оған ешкім. Ант беш, Құран ұсташ, немесе мешітке кірші деген сияқты нәрселер дұрыс емес. Содан кейін аймен, күнмен, жермен, баламенен, отанменен, ақпен, қараменен, етпен, Бекбот аят қосылды, қасиетті етпенен, білмеймін, жылқымен, қазымен, жүжықпен, қартаменен ант берілмейді, ештеңкемен. Аймен, жұлдызбен, жербен, аспанмен, ештеңкемен ант бермейді. Мұсылманның аузындағы сөзі ант болады. Ол айтады, ол істейді. Или айтпайды, аузына ие болады. Вот этот истинный мұсылман. Валлахи биллахи, валлахи деп сөйлей беретін нанмен, сүтпен, творогпен, ряженкамен ант беруге болмайды. Ақ ұстап тұрып, көк ұстап тұрып, қарған ұстап тұрып, үкін ұстап тұрып, найза ұстап, қылыш ұстап, дастарханға қол қойып, аспанның астында тұрмын, қара жерді басып тұрмын деген бәрі дұрыс емес. Етпен ештеңемен ант берілмейді. Ант беруші болмаңыздар еш нәрсемен. Мұсылманның сөзі ант. И балаларыңызға ант беруді үйретпеңіз. Яғни ант бер деген сөз жақсы дүние емес. Мұсылманның аузындағы сөзі ол өзі ант болады. Жақсы жаным. Сондықтан ант мұсылман адамға керек жоқ. Ол сөзі ант болады. Сол баланы сондайға үйретіңіздер. Яғни ол сөйлегенде шын сөйлесін. Пайғамбардан сұраған екен, сіздің үмбетіңізде қорқақтар бола ма десе, болады. Жаңағы жауыздар, адам өлтіретіндер бола ма десе, болады. Мұсылман адам мынандай бола ма десе, болады. Бірақ мұсылман адам өтірікші бола ма дегенде, ол менің үмбетім емес деген. Сондықтан мұсылман адам өтірік айтпайды. А өтірік неден шығады? Ант беруге алып барады. Ант керек жоқ мұсылманға. Жүкті әйел жаназаға баруға бола ма дейді. Жүкті әйел жаназаға барғаны жақсы нәрсе емес. Себебі мен эфирде отырмын, қандай сұрақ айта беріңіз. Жоқ мәселе, ұзақ болады, айта беріңіз. Әйел, естіп жатқан жоқ.
Ережеп айы туралы айтып жібересіз бе? Ораза неше күн? Бір күн ұстасаңыз да болады, 3 күн ұстасаңыз да болады, өз ықтиярыңыз, өзіңіз. Келіңіз. Зекетті кімдер не малда береді? Не нәрсеңізді айландырасыз, сол нәрседе болады. Мәлул тижара дейді. Яғни сауда саттық айналымдағы малдан бересіз. Егер айналымда дүниеңіз болса, үйіңіз болса, ақша жоғалып кетпесін деп алған, сонда ол үйіңізде зекет тұратын болады, жүретін болады. Ал егер өзіңіз тұрған үй, қымбат үй, өзіңіз мініп жүрген көлік, киіп жүрген киім, одан зекет берілмейді. Қандай күндері ораза ұстайды? Ұстай бересіз. Алла ризалығы үшін ұстайтын ораза тек қана нәпіл ораза, жұма күні ұстамағаныңыз жақсы, қалған күнін бәрін ұстай бересіз. Шетнеген сәбидің басына баруға бола ма? Жаңағы шетнеген баласын аяғы ауыр әйелдер бармайды. Бізде өзі жерлеу мәдениетінде өз-өзін ұстау сабыр еті бізде сәл төмен. Сондықтан жаназаға барғанда ой байлап, талып, құлап жатса, сенің аяғың ауыр болса, талып, құлап, давлениең көтеріліп, сенің балаңа зиян келмесін деген ата-бабаларымыз сақтық мақсатында сені жібермеген. Бір. Екіншісі, сәби баланың басына бару. Сәби баланың басына барғаннан сіз бардыңыз, жақсы Құран оқыдыңыз, Құран оқи бересіз. Сәбиге Құран оқымайды деген қате сөз. Құран оқи бересіз. Құран Алланың ризалығы үшін оқылады. Оны балаға барады, балаға бармаса ата-бабаңа сауабы барады. Құран оқи береді. Құранға тоқтау жоқ. Енді Құран оқу үшін өлу не обязательно. Одан кейін барған кезде жаңа құшақтап, қабірді құшақтап, талып, оған сәлем айтып, сөйлесудің қажеті жоқ. Кейбіреулер барып, құдалар келіп кетті, нормальный құдалар екен, қалайсың, жатқан жерің жаңағы нормальный жатсын ба, балаң мектепті 5-ке бітірді, мен осындай оқуға түсіп жатырмын, декан мынандай деп айтты, проректор мынандай деп айтты, ол сұхбат, ол енді ауырлап айтсам, күнәға дейін баратын дүние. Ұшыр деген не? Ұшыр деген зекеттің бір бөлігі. Ұшыр жалпы зекет садақа болып есептеледі. Бұл міндетті болған. Бұл егіс егетін фермерлер, жер салатын, егін салатын, соларға берілетін ұшыр деп айтылады. Ұшыр, егер ол жер арендада болса, жерге ақша төлесе, суына ақша төлесе, онда 20-дан бірін береді. 20-дан бір береді. Ал егер өзінен өзі багара жер деп айтылады, мемлекеттік тілде, багара жерлер, яғни егесің, жаңбырмен өседі, жаңбырмен шауып аласың өскен кезде. Ол ойытмаса, онда 10-нан бір бересің. Бұған ұшыр деп айтылады. Ұстаз, өткен жылы қадір түнде баламмен шаршап ұйықтап қалдым, бірақ Алладан калиманы айтқан дұрыстыққа тілеп жаттым. Түсімде Назарбаев кіріпті. Менің бұл жерге келгенімен ешкімге айтпа деп айтыпты жақсылықты. Енді айтпа депті ғой, нағып айттың енді. Саған айтып атты, ешкімге айтпа депті. Енді нағып айтып атсың енді. Жақсы, тарихи адам, бір мемлекетті басқарған адам, жақсы ма, жаман ба, дұрыс па, бұрыс па, өз есебін өзі бере жатар. Коррупцияны көбейтті ма, басқаны жасады ма, өз жауап береді. Бірақ қалай болғанда да тарихи адам, үлкен тұлға, мемлекет тарихындағы бар адам, қазақ тарихында бар адам. Сондықтан жақсы, ондай кісіні көрудің өзі үлкен. Бірақ бұл деген сөз, Назарбаевты көрдім, мен енді ешкімді менсінбеймін деп бүйтіп кетіп ұшып кеткен ма бір жағына қарай. Ондай нәрсе жоқ. Көрдің, жақсы енді. Әйел адам 3 жаста садақа береді дейді, сол дұрыс па? Әйел болсаң да, еркек болсаң да садақа беруде проблема жоқ. Тек қана күйеуіңнен ұрлап бермесең болды. Өз тапқан ақшаңыздан өзіңіз иелік жасайсыз. Ұстаз, жолдасым басқа қыздармен сөйлеседі, ол маған измена емес дейді. Сөйлесуден басталады өзі. Содан басталады. Ең бірінші махаббат басталады партадан, ең бірінші зина басталады WhatsApp-тан дейді. Сондықтан да сондай бәледен басталады. Былтыр ораза ұстадым, қарыз күнім бар, 6 күн осы жақында ұстайын десем, аяғым ауыр екенін білдім дейді. Енді денсаулығыңызды күтіңіз, 6 күніңіз тұра береді, кейін денсаулық жақсы болғанда ұстап толтырып қоясыз жаным. Түнде шошып жылады балам дейді. Не болды десем, бабай келді дейді, қорқынышты дейді, кішкентай бала төбеде тұрды дейді. Қолыңызды басына қойып, аятыл күрсіні 3 рет оқып қойсаңыз, бала қояды сондайын. Намазды қалай оқысам болады?
мешітке барып тез үйреніп жамағатпен бірге жұма намазға барып үйренесіз. Емізулі аранаға ораза ұстауға бола ма деймін да ұстаз. Емізулі әйелдің баласының сүті артық болып, бұлақ болып ағып жатса, онда ұстасын деген пікір бар. Бірақ қазіргі әйелдердің денсаулығы нашар, бала емізудегі балаға бір қиянат келіп қалады деген жағдайларды көз алдына ұстай отыр. Барша дерлік ғалымдар баяғы ауыр және емізетін әйелдер оразаны кейін ұстағаны жақсы деп айтады. Балаға көз моншақ тағу, чекесіне күйе жағу дұрыс па? Бұл салтымызда бар, шариғатта да кездесетін дүние. Тек қана бұл сақтайды деген түсінік болмасын. Осы күйе сақтайды, сақтаушы Құдай. Бірақ көзі бар адамдардан жаңағы кішкене бір көз тиетін, айнуны хаққын, көз тию ақиқат. Сол көзге кішкене былай назарын бұратын нәрсе деп қойылса, ода тұрған еш нәрсе жоқ.